Баршаларыңызға сәлем. Бүгін Орео чизкейкін дайындайтын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тез әрі дәмді болып шығатын Орео чизкейкін бірге дайындайық. Орео печеньесін үгітіп алып, үстіне ерітілген сары майды аз-аздан құя отырып, біркелкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, мен майдың барлығын құйған жоқпын. Аз-аздан құйып алып, барлығы біркелкі болғанша сары майды шетінен ақырындап құйып отырып араластырып алдым. Печеньеңіз бен сары майыңыз біркелкі болып жақсылап тұрып араласса, бізде духовкаға салып пісіргенге өте ыңғайлы болып шығады. Сондықтан мұқият барлығын жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Формамызға бумага для выпечкиді міндетті түрде төсеп аламыз да, жаңағы сары майға араласқан Орео печеньемізді формамызға салып алып, барлық жеріне бірдей қылып салып аламыз. Менің формамның диаметрі 24 сантиметрлік форма. Формамызға салып, тегістеп алғаннан кейін, осылайна печеньенің үстін жақсылап тұрып басып, біркелкі қылып алу керек. Қаттырақ баса отырып, біз жаңағы печеньемізді біркелкі етіп бір-біріне жабысатындай болу керек. Осы уақытта духовкаларыңызды 160 градусқа қыздырып қоя берсеңіздер болады. Біркелкі қып салып дайындап алғаннан кейін 160 градуста қызып тұрған пешімізге 10 минут пісіріп аламыз. Бізге 10 минут уақыт артығымен жетеді, одан көп ұстамай қойыңыздар. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ірімшік және де 2 жұмыртқа қажет болады. 20% сметана, яғни қаймағымыздан 2 қасық және де 1 қасық творожный сыр керек болады. Сахарная пудраны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, көбірек қосыңыздар. Егер қаламасаңыздар, аздау қоссаңыздар болады. Және де 1 қасық кукурузный крахмал қосып, барлығын блендермен біркелкі болып алғанша еземіз. Барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап тұрып езіп аламыз. Біз бұл массаны дайындап болғанша біздің духовкадан шыққан Орео печеньемізді суып бізге дайын болып тұрады. Орео печеньеміздің үстіне жаңағы біздің езіп алған, дайындап алған массамызды барлығында салып аламыз. Салып алғаннан кейін бетін міндетті түрде жақсылап тұрып тегістеп аламыз. Біздің чизкейкіміз Орео деп аталатындықтан, Орео печеньесін осылай бірнеше бөліктерге бөліп алып, бетіне салып жібердім. Және де лопатканың көмегімен Орео печеньесін массаның ішіне қарай кіргізіп жіберуге тырыстым. Сонда біздің чизкейкіміздің бетінде емес, бұл печеньелер чизкейктің ортасында қалатын болады. Барлығын салып, жақсылап орналастырып алғаннан кейін, духовкамызды 160 градусқа қыздырып, 30 минут көлемінде чизкейкімізді пісіріп алатын боламыз. Чизкейк пісіп дайын болып суығаннан кейін, өз қалауларыңыз бойынша бетіне крем салсаңыздар болады. Мен ол кремге сливки мен творожный сырды араластырып салдым. Барлығы жақсылап сіңіп, бір қалыпты болып тұрақталу үшін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қойсаңыздар, өте жақсы нәтиже көретін боласыздар. Біздің Орео чизкейкіміз дайын болды. 2-3 сағат тоңазытқыштан шыққаннан кейінгі чизкейк. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рецепт менен қолдау сіздерден болсын. Барлықтарыңызға ас болсын.